Ассаламу алейкум достар, менің мимитатлар каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып, тіркеліп, пікір қалдырып, қолдау көрсетсеңіздер, және видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Қазіргі сезонның уақыты холодецтің рецебін бөлісемін. Холодеціміз, яғни сырақтарды жақсылап жуып, сарқылдатып, қайнатып, қанды көпірін алып, бірінші суымызды төгіп тастаймыз. Міне қараңыздар, мына жерде мен екінші салқын суымды құйып, баппен баяу отта 6 сағат жарымдай қайнаттым. Менде жас мал болғандықтан 6 сағат жарымдай ұстадым. Үлкен мал болса, одан көптеу ұстаған жақсы. Және пісуіне 2 сағат қалғанда бір жуамды салдым. 4-5 дана лавр жапырағын салдым, 12-13 дана қара бұрыштан салдым, және жарты шай қасық тұз салдым. Бұл дәміне қарай салып қарадым, бірақ соңынан тағы да мен тұз салған болатынмын. Және туралған сәбіз салдым азғантай, сосын 5-6 дана сарымсақ салдым. Жалпы сәбізді жақсы көрсеңіздер, молынан салған жақсы. Міне қараңыздар, бұл жерде сирағы сиырдың және тұмсығын салған болатынмын. Өте дәмді болып пісті, 6 сағат жарымда былқып тұрды. Енді осыларды сүзіп аламыз. Яғни сырақтарын бөлек алып, сәбізін бөлек түсіріп алдық. Міне сосын мен алдын ала 4 дана жұмыртқаны суға пісіріп алдым. Осылай турап алдым барлығын. Және де сіздерге көрсету үшін үлкен сорпа ашатын кесеге жұмыртқаларымды салып шықтым бірінші. Одан кейін туралған еттерімді салдым. Яғни сирақтың еттерін, міне қараңыздар. Сосын осылай салып болғаннан кейін үстіне сорпасын құйдым. Жалпы қарасаңыздар, сорпада қара бұрыштарды көресіздер. Мен себебі қара бұрыш салдым дәміне қарай. Сорпасын құйғанда сорпасы бетіне шығып тұру керек. Ішінде еттері батып тұру керек. Міне қараңыздар, ешқандай желатин қоспайсыздар. Ол өзінің формасын өте жақсы ұстайды. Бір түнге салқын жерге қоясыздар. Сіздер үшін бір кесеге осылай арнайы құйдым. Бөлек менде 3 табақ шықты, және бір кіші табақшалау шықты. Міне қараңыздар, барлығын жақсылап осылай араластырып аласыздар. Сорпасы өте көп болмау керек. Өзінің формасын ұстау үшін міне бір түнге қалдырдым. Түнде құйдым. Таңертең сіздер үшін кесіп көрсетіп жатырмын. Міне қараңыздар. Бұл сіздер үшін арнайы кесеге салған болатынмын. Жалпы жұмыртқа салып осылай құйса да өте әдемі шығады екен, және дәмді болады. Соңында мен дәміне қарай тұз бұрыш салған болатырмын. Міне қараңыздар, формасын өте жақсы ұстауда. Жалпы үлкен кісілер үшін ет тартқыштан өткізіп құйған өте жақсы болады. Сол кезде жұмсақ болады. Ас болсын достар.